Сәлем баршаңызға. Есімім Әсия. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын және өте тойымды салат жасайтын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Рецептіні астында қалдырамын. Ең алдымен бізге керекті өнімдерімізді осылай турап дайындап аламыз. Картопымызды бірнеше бөліктерге бөліп, майда 4 бұрышты етіп турап аламыз. Жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын ажыратып алып, оны да 4 бұрышты етіп тураймыз. Грек жаңғағымызды осылай майда етіп турап шығамыз. Ендігі кезекте қара өрігімізді де 3 бөлікке бөліп майда 4 бұрышты етіп тураймыз. Піскен қызылшамызды да бірнеше бөліктерге бөліп, майда 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді салатымызды жасауға кірісеміз. Тарелкемізге ең бірінші туралған картопымызды салып, әсемдеп, бетіне шым-шым тұзымызды сеуіп, майонезімізді құямыз. Келесі кезекте қайнатылған, дайындап турап алған қызылшамызды саламыз. Бетіне тұзымызды сеуіп, тағы майонезімізді себеміз. Келесі кезекте туралған жұмыртқаның сарысын саламыз. Енді туралған қара өрігімізді бір келкі етіп, әдемелеп салып шығамыз. Бетіне майонезімізді себеміз. Келесі кезекте жұмыртқамыздың ағын саламыз. Бетіне майонезімізді себеміз. Соңғы кезекте грек жаңғағымызды бетіне сеуіп шығамыз. Міне біздің өте тойымды салатымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.